Сәлем достар, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Ал енді бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Урок у нас 44-й. Жаворонок, прилети, красную весну принеси. Бұл екінші класстың 44-ші сабағы. Ал енді бастайық. Упражнение первое. Узнай больше о русском обряде. Орыс халқының әдет ғұрыптары туралы білетін болайық. Больше всего на Руси, в России, почитали жаворонка, как первого вестника весны. Дети делали своими руками игрушки жаворонки. Вместе со взрослыми пекли их из теста. Выходили на улицу, звали весну, напевая слова. Жаворонок, прилети, холодную зиму унеси, теплую весну принеси. Зима нам надоела, весь хлеб у нас поела дейді. Бұл, балалар, орыстың көктемді шақыру. Көктемді қалай шақыратындығы, олар қандай құсты жақсы көретіндігі туралы айтылған жаттығу екен. Бұл қазақтардың бозторғай құсы. Жаворонок, бозторғай. Бозторғайдың келуі көктемнің басталғандығын білдіреді. Сондықтан балалар қағаздан бозторғайдың бейнесін жасаған, ал мамалары бозторғай бейнесі бар нандарды пісіріп, сыртқа шығып өлең айтқан екен. Жаворонок, прилети, бозторғай келші, мына қысты ала кет, көктемді алып кел деген өлеңдерді айтатын болған екен. Келесі жаттығу. Прочитай вместе с учителем. Оқы. Какие глаголы говорят о весне? Назови время этих глаголов. Енді бұл жерде оқиықта глаголдарды таба отырайық. Арқарай айтамыз. Звенят, поют, торопятся весенние деньки, и в речке устремляются со звоном ручейки. Бұл жерде звенят, поют, торопятся, устремляются. Бұлардың барлығы глагол, яғни іс-қимылды білдіретін сөздер. Шылдырлайды, әндетеді, асығады, тездетеді деген мағынаны білдіретін глаголдар. Назови время этих глаголов дейді. Яғни бұл қай шақта тұр? Осы шақта тұр ма? Өткен шақта тұр ма? Немесе келер шақта тұр ма? Звенят, поют, торопятся, устремляются. Бұл барлығы, балалар. Қандай шақ? Әрине. Настоящее время. Яғни осы шақ. Дәл осы моментте болып жатқан оқиғалар настоящее время. Звенят, поют, торопятся, устремляются. Все эти глаголы настоящего времени. Осы шақ. Келесі жаттығуға өтейік. Дәптерге көшіріп жаз дейді бұл жаттығуды. Звенят, поют, торопятся, звонкие ручейки. Дәптерге көшіріп жазамыз. Бұл жердегі звенят, поют, торопятся. Все это глаголы. Ручейки – это имя существительное. Түсіндік пе? Имя существительное отвечает на вопросы кто что. Кім не деген сұраққа жауап беретін? Зат есім. Бұл уже прилагательный. Арғарай. Упражнение 4. Поиграйте. Ойлан дейді. Ойна дейді. Чтобы быстрее таял снег, дети и взрослые на Руси играли в игру обряд ручеек.
баяғы Ресейде тез қар еріп, яғни көктем тезірек келген қалаған кезде ручеек, яғни бұлақ деген ойын ойнаған. Және енді осы ойынның ережелерін есімізге сақтап алыңыздар. Стать парами, яғни екі адамнан тұрады. Қолдарынан ұстайды, қолдарын көтеріп, поднять их вверх, чтобы получился ручеек. Выбрать пару и пройти с ним по ручейку. Қолын ұстайды, екі қолдарын. Және жаңағы қолын ұстаған қыздың немесе ұл мен қыз тұрады ғой. Және солар бір-бірінен ұстап жүріп, бұлақтың үстімен, қардың үстімен жүріп ойнайды. Қар емес, судың үстінен жүреді. Осылай дұрыс шығар деп ойлаймын. Ары қарай. Сравни, салыстыр. Послушай тексты двух стихотворений. Чем они похожи? Екі бізде тақпақ берілген. Екеуін салыстыр дейді. Я веселый ручеек, пробегу я 100 дорог, рад и солнцу, и грачу. Я журчу, журчу, журчу. Ары қарай. Жаворонок полевой, нет певца чудесней. В чистом поле домик твой, в ясном небе песня. Сұрақтарға жауап берейік. Чему рад ручеек? Бұлақ неге мәз болады? Бұлақ айтады, мен барлығына мәзбін дейді. Мен көп жолды жүріп өтем дейді. Мен күнге де, бұршаққа да мәз болам дейді. Ал екінші. Где домик жаворонка? Бозторғайдың үйі қай жерде дейді. Мен дейді. Мен барлық жерде жүрем дейді. Мен жазық далада жүремін дейді. Мен өте әншімін, керемет әншімін дейді. Жазық дала менің үйім дейді. Аспандағы аспан, төбеміздегі аспан, ол мен соны шырқап әндетемін дейді. Значит, где домик жаворонка? В чистом поле домик жаворонка деп жауап бере аламыз. Какие глаголы рассказывают о действии ручейка весной? Бұл мына өлеңдегі тақпақтағы глаголдарды табайық. Яғни бұлақтың қимылын көрсетіп тұрған сөздерді. Пробегу, рад деген. Я журчу, журчу, журчу. Яғни пробегу и рад деген сөздер бұлар глаголдар. Және журчу, яғни сылдырлаймын, сылдырлаймын, сылдырлаймын деген сөз. Бұлар глаголдар, жазып өтеміз. Пробегу, рад, журчу. Какие прилагательные подходят к образу жаворонка? Бозторғайдың өмір сүру қалпына қандай прилагательный, қандай деген сұраққа жауап беретін сын есімдер келуге болады. Какой? Полевой. Какой? Чудесный. В каком поле? В чистом поле. В ясном небе. Яғни ол жазық далада, алқаптарда кең өмір сүрем деп айтып жатыр. Полевой, ясное небо деген осы жаворонктың, яғни бозторғайдың қай жерде өмір сүретінін көрсететін сөздер. Мына сөздерді көшіріп жазамыз дейді. Ары қарай осымен бүгінгі сабақ аяқталған сияқты. Қандай айырмашылық білдіңіздер осы нелерден, жаттығулардан? Нені еске түсірдік? Көктемді қалай шақырған екен орыс халқы? Бозторғай қандай жерде өмір сүреді? Сол туралы жауап бере кетсеңіздер болады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.